Казгем ТВ каналының көрермендері. Ұлт ұясы Ұлытау облысының құрылғанына 1 жылдан асты. Облысымыз жайында дайындаған бейнесюжетімізге назар салыңыздар. Қазақстанның ең ғажайып және аз танымал облыстарының бірі Ұлытау облысына қош келдіңіз. Міне, елдің осы бұрышында осы аймақтың бай және алуан түрлі мұралары туралы айтатын нағыз қазыналар бар. Ұлытау облысы бойынша қызықты саяхатқа бірге барып, оның таңғажайып құпияларын ашайық. Ұлытау облысы табиғат сүйер қауым үшін нағыз жұмақ. Мұнда керемет таулар, терең көлдер, бай ормандар мен кең шөлдер таңғажайып үйлесімділікпен араласады. Бұл жерде өсімдіктер мен жануарлардың сирек кездесетін түрлері бар. Олар оны шынымен ерекше етеді. Ұлытау облысы болашақ ұрпақ үшін қорғалатын және сақталатын нағыз табиғи жұмақ. Ұлытау облысы бұл табиғаттың байлығы ғана емес, сонымен қатар ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан жергілікті тұрғындардың мәдени мұрасы. Мұнда сіз аймақтың бай мәдени мұрасын бейнелейтін ерекше халықтық дәстүрлерді, қолөнерді, ұлттық костюмдер мен мерекелерді таба аласыз. Жергілікті тұрғындар өздерінің мәдениеттері мен дәстүрлерін ұрпақтарына беру арқылы мақтанышпен сақтайды. Ұлытау облысы бұл өткен мен қазіргі заман бірігіп, бірегей мәдени мозаика жасайтын орын. Ұлытау облысы бұл табиғи және мәдени байлық қана емес, сонымен қатар қазіргі заманғы даму орны. Мұнда жаңа жұмыс орындары құрылуда, өнеркәсіп, ғылым және мәдениет дамуда. Бұл аймақ уран, алтын, мыс және басқа да пайдалы қазбалар сияқты ресурстармен танымал. Бұл аймақ пен жалпы ел экономикасының дамуына ықпал етеді. Ұлытау облысы бұл аймақ тұрғындары үшін жаңа мүмкіндіктер туғыза отырып, қазіргі заман мен дәстүрлер үйлесімді үйлесетін орын. Ұлытау облысы табиғи байлық, мәдени мұра және қазіргі заманға біріктірілетін Қазақстанның нағыз қазынасы. Біздің еліміздің бұл бұрышы назар мен құрметке лайық, және оның байлығы сақталады және болашақ ұрпаққа беріледі деп үміттенеміз. Ұлытау облысына саяхат жасағаныңыз үшін алғыс айтамыз.